Сен жыласаң мен жылаймын ғой. Жыламаймын. Барлықтарыңызға қайырлы таң, қалайсыздар? Мына жақта шай ішіп отыр, таң атпай. Сағат таңғы 8 болса да, апаларға ол әбет. Таңертең ерте тұру керек. Ерте тұрған еркектің ырысы артық. Ерте тұрған әйелдің бірісі артық. Апаны тастап кетіп баратсыңдар ма деп жатыр. Иә, десін. Апа, что там, не дейсіз осы орайда? Динарама өкпем жоқ. Басқа да балаларым бар, Аллаға шүкір, солар қарайды. Динарама ризамын, рұқсатымды беріп отырмын. О да бақытты болуға лайықты. Папа, жыламай шапы. Папа, жыламай шапы. Мен бауыр басып қалдым ғой, 16-17 жыл қолымда болды. Мама, жылап қашқысына. Басқа балаларым бір төбеде, Динарам бір төбе ғой өзіме. Қолымда болғасын ыстық болады ғой. Жоқ, жарайды, жыламаймын, оңда. Бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Жыламай шапы. Апа, мен бармын ғой. Кейбіреу сенбей жатыр. Мен де бақытты болуға лайықтымын десіз. Жоқ, сен де бақыттысың Мұхтар. Жақсы біреулер бар болса, оқырмандардың ішінде айтшы. Осы жыл өзі бір алыс беріс болып кетті. Ардақ деген мен мамамның туған сестрасы. 2 қыз. Бұйыртқан 2 қыз, 7 ұл. Қыз бала жақсы апа, иә? Жұмсауға. Неге жылап отыр? Неге жылап отырсың, мама? Мама? Жыламаймын. Мама, сен жыласаң мен жылаймын ғой. Жыламаймын. Мама, сен жыласаң мен жылаймын ғой. Жыламаймын. Папа, жыламаш. Жыламаймын бұтым. Жылама болды. Жылама. Кеше біраз қызықтар салмадым, қас папойшы салам, Алла қаласа. Қазір барып инстама тіркеліп қойыңдар, алғашқы қызықтардың барлығы сол жерге шығады. Мен ба? Ерігіп жүрмеймін ғой, мен жата бермеймін ғой үйде. Фамилия имя? Хайрат Лежон Трорла. Учишься, работаешь? Учусь, работаю. На кого учишься? Физрук. Кем работаешь? Охрана. Фамилия, имя, отчество, имени. Ангелина Ахватаиртвановна. Какого года будешь? 5-го. Кем работаешь? Не работаю. Сколько зарабатываешь? Столько, сколько дает муж. Замужем, не замужем? Замужем. Фамилия, имя, отчество, войны. Брат, Ақжол Айдын. Атын Ақжол ма, Айдын ба? Ақжол. Отчество? Отчество жоқ. Тап. Где работаешь? Производим английские учебники в Казахстане. Фамилия, имя, отчество, войны. Мусабекова Динара Мангелиновна. Кем работаете? В садике. Профессия? Няня. Сколько зарабатываете? 100 100 тысяч долларов? тенге. Замужем? Нет. Завтра решать нет. Ужас. Фамилия, имя, отчество, войны. Қойы қара. Мен қайтасың. Мен қазір аз үйге келген сайын біреуді алып келем. Осы жолы қонаққа Ақжол келді үйге. Ақжол десе ана кітап неше жыл жазып жүрсің? Вообще 5 жыл бойы жазып келатырмыз ғой. 5 жыл бойы жазып келатыр. Неше рет жаңарды? 4 рет жаңарттық. Мынау полный ағылшын тілін үйреніп. Ақжол? Өзі? Өзі жазады бәрін. Еще қазақша бәрі. Мынау ең бірінші уровень, 0-ден бастап үйренетін кісілерге. Келесі уровень elementary, потом pre-intermediate. По идее, осы кітап бізде ең көп сатылды ғой. Осыған дейін 5000 адам алды өзім страницамнан. Мынаның барлығы Ақжолдың шәкірттерінің отзывтары. Осындай жастарға үлгі болып жүр. Сендей жастарымыз көп болсын. Осындай білімді насихаттап жүрсің, молодец. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Қарабет! Қалай ойлайсыңдар, Ақжолға негізі поддержка беріп жүрейін ба? Андай еңбекқор бала ғой негізі ше. Анандай кітап жазу оңай емес. Бұл ешқандай да пранк емес, бұл ешқандай да әзіл емес. Әр әйел адам бақытты болуға лайықты. Әкеміз дүниеден өткен кезде біз кішкентай болдық. Анама сол кезде тұрмысқа шығып кетуге болатын еді. Бірақ анамыз өзінің жап-жас өмірін бізге арнады. Осы 2 ұлым жанымда болса, маған ештеңе керек емес деп бізді таңдады. Жылдар өтті, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай бізді өсірді, жеткізді, жұрттан кем қылмады. Анам бәріне лайықты. Мені танып отқан адамдар бұның барлығына анам себепкер. Анам маған телефон әпермесе, мен ешқашан блогер болмас едім. Ер адамбыз, 2 қолға күрек табылар, үйлендік. Оң мен солымызды таны білеміз. Енді санасы бар адамдар түсінеді. Енді ойландаршы, мамам өте жастай қалды. Жасы 24-те болды. 24 деген ол қазір примерно мен возрастым ғой. Осындай кезде қызық өмір енді басталып жатыр. Ол кісі болса өмірін бізге арнады. Қаншама жылдар бойы бізге көрсетпей түні бойы тамшылаған жастар, бәрін сезетінбіз.
бала кезде анамызды қимайтынбыз, иә, бәрі айтатын. Шок жаңалық, анам тұрмысқа шығайын деп жатыр. Үйде осындай қуаныш болып жатыр. Бүгін келіп сырға салып жатыр. Енді іштегін айта алмаймын. Көріңіздер. Ұзату болып жатыр үйде. Угадайте, кім кетіп жатыр біздің үйден? Мамамыз кетіп жатыр. Мамамызды ұзатып жатыр. Құдай ақы, аллахи, ойынсыз айтып жатырмын. Міне стол бәрі дайындалып жатыр. Өзім шокке сенбей жүрмін. Үлкен қызымды ұзатып жатырмын. Қатты қобалжып жатырмын, өте қатты. Не болды, мам, переживать етіп? Поддержка емес пе? Динара енді біздің баламыз болсын, Жаннат сіздерге бала болсын. Сол ниетпен келіп отырмын алдыңызға өтінбей. Сый құрметіміз бар. Бүгін кеп сырға салып кетіп жатыр мамаға. Барлық қызық инстада тез-тез инстаға өтіңдер. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Қазір үйімнің крышасында жүрмін. Крышасы жабылды, полный. Үйім дальше салынып жатыр. Бір этажды болатын болды. Квадратурасы 165, потолок 307. Енді маған дизайнер керек, Енді мына үйдің ішін қалай бөлем деген сұрақ болып тұр менде, бар ғой. Соған бір жақсы бір дизайнерлар, проектировщиктар болса, жазыңыздар. Мына үйді барлығы Астанада салынып жатыр деп ойлайды, жоқ болды. Екібастұз қаласында өзімнің қаламда негізі мамама, апама деп салып жатқам. Что-то план өзгеріп жатыр. Қазір үйімді осы жігітке тапсырдым. Осы жігіт полный жұмыстарды атқарып жатыр. Если что, ұсыныстар болып жатса, үйдің темасында осы жігітке тікелей жаза берсеңіздер болады. Ана жаққа, ойлап отырмын, мангальный зона қоямын, мына жерге бұйыртса гараж жасаймыз, бір 2 машина сиятындай. В общем, ұсыныстар болса, үйдің темасында жазыңыздар смело. Міне Әл-Фараби деген жігіттің номерін қалдырамын. Қарағанды, жаңағы Астана, Павлодар бәрі жақын. Үйдің темасында жүрген кісілер болса, компаниялар болса, жазыңыздар, қандай ұсыныстар бар. Я бір жақсы дизайнер болса, осы үйден жүріңіздер. Үйдің ішін дизайн жасап, өзінің бір фантазиясы, бір креативный адам болса, күшті болатын еді. Маған әше өте қиын болады, қалай бөлсем болады. Примерно дизайн бойынша осылай болады, міне. Алла қаласа. Жаңағыдай әйнек салатындар болса, есік салатындар болса, любой үйдің не темасы бар, сонымен кім айналысады, жазсаңыздар болады. Аз-аздан үздіксіз бітіреміз деп отырмын, иншалла. Мен жасым 21-де, мен әрекет жасап отырмын. Түсірінсем де, болмай қалса да, ол маған опыт болады. Зато степ көрдім. Бірақ, вроде получается нормально. Мұнан сәл көтерем ба деп отырмын, слишком үлкен өйткені. Ұсыныстар болса, жаңа жақсы бір дизайнер болса, жазыңдаршы. Үйдің проектін істеп беретін ішкі.